деп солай. Қалайсыз, көңіл-күйіңіз қалай? Сіз күнде орамал тағып, халат киіп, сәлем салуға қалай қарайсыз? Жоқ демеңіз. Киіміңізді мақтап қойдық. Киім кеп тұр еді. Сондай болып тұр. Күнде орамал тағып деген маған негізі ұнамайды. Ұнамай ма? Енді қайтып жүрсіз, шашыңды шайып жүрсіз. Жоқ, сәлем салу деген нормально ғой. Қиын емес деп ойлаймын. Бірақ енді күнде халат киіп, орамал тағып. Ол қиын. Біз жұмыс болып, жұмысқа қол кірісіп отырмыз чисто. Күшті проекттер. Әлде ағыркеме араласпайтын болдыңыз ба? Жоқ, араласам ғой, күшті араласам, екеумін күшті араласам. Жаз жүргем. Ертең болса, біз жұма күні жақсы бір дүние жасап жатырмыз да. Жаңа студия іздедік, инструмент іздедік. Мен ба? Ұнамайды, шынымен де иә. Қыздар айтып жатыр, 2 жыл болады, 1 апта болады деп. Сіздің срогыңыз қанша сәлем салу? 1 ай шығар десе. Саған аз ба? Бонуспен 1 ай берейін десе. Мәссаған. Бірақ енді білесіз, оңтүстікте сәлем салу керек сияқты. Иә, бірақ енді бізде Алматы облысында ондай жоқ қой. Енді сіз Алматы облысына шықпайсыз ғой? Қандай сұрақ қойып жатырмын. Болашақта енді білмейміз ғой кімде қандай өмір тағдыры болатын. Сіз баласы бар қыз баласына, әйел адамды, яғни өзіңіздің жарыңыз ретінде алып қабылдауға баласымен дайынсыз ба? Егер басым сондай күн түсіп жақсы көріп жатсам, мен сондай Бүгін көңілсіз отырсаң, көзіңе жас алғансың ба? Не қылды? Білмеймін, екінші күн что-то бір түрлі өзім. Екінші күн емес енді. Бұған айдостың әсері бар ма? Жоқ. Ешқандай әсер жоқ. Просто болады ғой сондай моменттерде бір Депрессия ма? депрессия деп айта алмаймын. Ой, депрессия деген жаман нәрсе ғой негізінде. Депрессия болмай қойсыншы, Құдай сақтасын. Білмеймін, сондай бір Ақпарат деп шырылдап жатқаны осы ақпараттар ма еді? 2 күннен кейін айтамын деген. Возможно осы, но бірақ басқасы да бар ғой негізі, но бірақ ақпарат айттым да, Арыстан түріне қарадым да, көзіне жақсы болып кетті да, үнемі қоя салайын дедім. Аяушылық таныттың. Иә, и шынайылықты реально да халық жек көреді да, и сол кезде бәрі мені жамандап, мен комментарийда жексұрын болып кеттім да, и вот неге шынайылықты айтқан адам жаман. Арыстанның ақпараттар жайлы не айтасың? өте төмен, өте жаңағы Бекзатпенде болған ситуация, қазір болып жатқан ситуацияда ешқандай сыйластық жоқ. Не жобаға, не халыққа, не Дианаға. Үндемегеннен идей бәле шығады деген осы дейсің ғой. Иә, біз негізінде мен былай айтып қалған болатын, ой, Арыстан бір жақсы бола болып көрінеді, бірақ бір өтірік айтатыны бар сияқты деп айтып қалған, бірақ мүмкін қателескен шығармын деп едім, бірақ бар екен. Қылтырағанның бәрі алтын емес. Иә, қыз. Манда неге өтірігін жасырып жүрген адамдар жақсы болады деймін да, бұл өмірде соны түсінбеймін. Сөйлескен қыздарын танитын ба едің? Танығанда Айтып жатсаған, осындай қыздармен сөйлесемін деген. Примерно бай сырттай білемін. Но мен кеше по факту доказательствомен не істейін дедім да, басқа қыздармен сөйлестім, осылай. Давай маған осылай керек болып жатыр, істейінші мен дедім да, қыздар жоқ, ол керек емес, Арыстанды ойлаймын деген сияқты айтты тоже.